Елге қайтарып жүрген бір тудың астында бақытты да бақытты да сондай өмір сүру. Жанры поэзиялық жанр шумақ 6 шумақ, тармағы 24, бунақ 2, буыны 11-12, ұйқастыру бізде ол шлыпкалы ұйқас, және де негізгі түйін, мысалы негізі осы өлеңнің түйіні жан-жаққа шашылатын қазақтарды бір астына көтеру. Жақсы. Рахмет. Біздің байқағанымыз шетелге кеткен бауырларымызға деген сағыныш пен жанашырлық, патриотизм, өз қандастарымызды ойлау деп есептедік. Ол жерде бізде шығармада дәлелдеп берсек, ең бірінші шумақты аламыз, яғни шетелге кетсеңдер де бауыр басып, құтты орын тепсеңдер де ауыр басып, ата жұрт шақырады тыныш. Тұқымымды шағым байтақ дала тұлғашы. Енді екінші маңызды деп есептейтін көрген ойынан автордың қасиет, ол бірлікке және болашаққа деген құштарлығы, яғни автордың осы біздің еліміздің, жеріміздің көркейіп, сол көркею үшін біздің барлық сол шетелде жүрген қандастарымызды шығарып бірлікке шақыру болды. Оны ең соңғы шумақтарын көруге болады. Яғни мәнге есептердің, көп елде ететін озбыр жоқсыға дейді. Бәріміз ұйымдасып көркейтейік қазақтың бейбіт дербес мемлекетін. Шеберлікті жанр ерекшелігін сақтауда қалай қолданғаны туралы айтамыз. Автор көркемдік құралдармен қатар белгілі бір себептермен бастап кетуге мәжбүр болған қандастарымызды сипаттаған. Енді оқи келе автордың келестерімізге қайта оралуынан аңсайды. Көркемдік түріне талдау, көркемдік құралдар теңеу, өз жеріндегі ассонанс, ешқашан бір сөзбен айтқанда, қысқаша айтқанда, автор бұл жерде отанның белгілі бір себептермен тастауға мәжбүр болған қандастарымызды сағынатынын туралы айтады, және оларды елге қайтаруы, оның басты шығарма арқылы елге қайтаруы оның басты мақсаты екенін айтады. Сосын біршілік болмай, тіршілік болмайды деген мақал мәтелді де негізге ала отырып, бірлік пен татулықты сол тақырыпта да қозғайды. Отандастарымыздың елге оралуының жағымсыз тұстары ол біздің елге сол көшіп кеткен елдің, яғни келген кезде тілін, дінін насихаттауы мүмкін. Ол бізге қайтадан жағымсыз. Екінші, бізге одан алып келер пайда жоқ. Қазақстанның статистикасын көтермегеннен басқа пайдасы жоқ. Өзім осылай ойлаймын. Мен автордың орнында болсам, мен өлеңге Қазақстанның барша табиғатын сипаттап, сол қандастарымыздың қызығушылығын арттырып едім, сол арқылы қандастар қызығып өз елімізге қайтады деген ойдамын. Өлеңде көтерілген мәселелердің қайсысы саған қатты ұнады? Маған осы өлеңде бәріміз ұйымдасып көрсетейік деген жерлер өйткені бұл жолдардан бізді ауызбіршілікке, бірлікке шақырады. Отандастарымыздың оралуын бізге несімен жақсы. Қазақ еліне келген отандастарымыз біздің Қазақстанның демографиясының дәрежесі және біздің рухани жаңғыру мен экономикасының дамуына өз үлесін қосады. Өзге оқушылардың жұмысына баға беру және сіздің пікір білдіру. Бірінші топтың оқушылары
берілген тақырыпты өз сөздерімен жақсы аша білді. Сол үшін оларға жоғары баға қоя аламын. Екінші топта да жақсы болды, жақсы дайындық болды, бірақ бүкіл ішкі ойыншыл болып айтса жақсы болады. Үшінші топта да солай айта аламын, бірақ тақырыпты жақсы айтты олар. Бұл бірінші бөлімде өрістің бөлімді ол жақта біздің тәуелсіздік алғанымыз жайлы айтылады деп ойлаймын. Себебі бұл біздің ашық аспан біздің қазіргі кезімізді айтып отыр. Ол біз әрбір қазақ өзіміздің тәуелсіздігімізді алғаннан кейін әрбір қазақ қуанды деп ойлаймын, және осы тәуелсіздік алғаннан кейін президентіміз осы елді көрсетіп жақсы қарайтуда деп. Тілінде өлеңі айтып тұрмын. Адам қанша білімді болғанымен де, өз күнін көргенмен де, ана тілін білмеген адам ол азамат бола алмайды. Себебі ана тілін білмеген ол өте ұят нәрсе. Сондықтан өз ойым осы тұжырымдай. Азамат деген жолдарда кәдімгі осы елдердің өз тілі болмаса, ол елді басқа бір елге қосып жіберіп, ол елдің тарихы қалмай қалады. Осы Америкада, например, ағылшын тілі десең, сразу Америка елестейді. Қалған ағылшынша сөйлейтін мемлекеттер елестейді болды. Сабақта мен осы автордың басқа өлеңдері бар екенін жақсы білдім, және оның өз ана тіліне деген құрметтілігін түсінгенім, біз өз ана тілімізді қанша ақылды болып, қанша басқа жер асып жатсақ та, өз ана тілімізді ұмытпау керек екенін түсіндім, қолданамын. Мен осы автордың осындай өлеңдегі керемет сөздерін өзім басқа отандастарыма айтқан кезде соның сөздерін қолдана аламын, талдай аламын. Мен өзімнің ана тілімді басқалармен емін-еркін талдай аламын, жинақтаймын. Мен жинақтаймын. Өзімнің ойымды жинақтай аламын, өлеңдерді өз сөзімді жинақтап емін-еркін осы қазақ тілінде айта аламын. Мен басқа қандастарымыздан бөлек мысалы біздің елімізде басқа ұлт өкілдері де қазақ тілін білетініне осыны бағалаймын.